Қазақстанға қош келдің. Рахмет, қош көрдік. Мен әлемнің 33 мемлекетінде болдым. Қасқырға салған кездерің болды ма? Иә. Бүркітші қыз Айшолпанның әкесі. Сенің атыңды Айшолпан деп кім қойды? Менің атымды қою негізі өте қызық. Ұядан балапан алғанда бір қиыншылық болғанын. Соғымда 10 қой, 5 ешкі, 1 жылқы, 1 сиыр сояды. Бір қысқа. Иә, бір отбасына. Иә. Мәссаған. Мен солай елестетіп келдім. Бірақ өкінішке орай келген кезде мен сізден байлықтан да, алтында, мал да сұрамай, маған қызыңызды беріңіз деп сұрайды. Келістік. Келістік. Күніне 200 адам турист болып келді. Күнде 200 адам турист келіп тұр. Күнінде. Сенің оқып жатқан мамандығың қандай қазір? 80% туристер тек мені іздеп Монғолияға келеді. 11 ағайынды болдық. 11 ағайын 2 қыз, 9 жыл болдық. 9 жылымыз шетіне бір салды. Сол киномның арқасында енді әлемнің 33 мемлекетінде көрсетілді. Өкінішке орай Қазақстанда әлі көрсетілмеді. Қорқыныш болды. Енесі кеп мен өлтіріп кетсе мен не істей аламын деп. Сен 13 жаста болдың, және ең үлкені 80 жастағы ата болды. Және сен жалғыз қыз бала болдың. Иә, рекорд жаңартып, бірінші орын болдым. Мойындамады. Бүркітсіз болмайды екен дейсің ғой. Иә. Сөйлемей келем, сол аяғымның басқан дыбысынан ол сезеді, сондай сезім салды. Біз мыңдаған шақырымды артқа тастап келген мақсатымызда бүкіл әлемге аты әйгілі болған бүркітші қыз, саятшы қыз Айшолпанды көзбен көру, сұхбат алу болатын. Міне өзі де келіп жетті. Біз Айшолпан күндіз болды, бұл жерден кетіп қалды деген кезде қатты өкіндік, шын айтамыз. Бірақ қанша ұшақ кешіксе де, қанша жолдан қалсақ та келдік. Құдай солай сәтін салып, өзіңді көріп жатырмыз, өте қуаныштымыз. Ең бірінші айтқымыз келетіні Қазақстанға қош келдің. Рахмет, қош көрдік. Енді сенің келгеніңе де біраз болды. Бүгін кеше келген жоқсың. Жалпы алғаш келгендегі, ата жұртқа жеткендегі сәтің қалай болды? Енді осында қоныстанамын деген. Қайырлы кеш баршаларыңызға рахмет, осылай ұзақ сапардан мен үшін келгендеріңіз үшін. Иә, мен алғаш рет 2018 жылы негізі Қазақстан келдім. Қазақстанға келмей тұрып, мен әлемнің 33 мемлекетінде болдым. Қазақстанға келу енді мен ең үлкен арманым болды. Жалпы әр қазақты шетелде тұрған қарындастарымыздың бір арманы шығар деп ойлаймын. Сол кезде мен негізі қазақ елін тек көру үшін келген едім. Бірақ та мен күтпеген үлкен жағдай болды. Ол кезде білім инновациялар спектрум халықаралық мектебі маған оқуға мүмкіндік берді. Сол жерде білім алдым. Сол 2019 жылдан бастап осы Қазақстандамын. Сен әлемнің 33 елінде болдың деп айтып тұрсың. Әлемнің 33 елін араладың. Тіпті онда елде мен де болған жоқпын. Одан бөлек саған көптеген мемлекеттің оқу орындары тегін оқуға шақырды. Бірақ сен Қазақстанды таңдадың. Әрине. Осы жерде бір ішіңде өкпе болған жоқ па? Әрине, ол енді туған жерде ата жұртта оқу деген ол дұрыс, бірақ дей тұрғанмен Қазақстанның жастары білім қуып шетелге барып жатады. Иә, әрине. Негізі көп мүмкіндіктер болды. Өйткені енді негізі адам жалпы шетелге шыққан кезде қазақтың қадірін біледі. Мысалы, тіліміз бай, салт дәстүріміз бар екенін, жалпы жеті ата бабамыз бар, содан бері жалғасып салт дәстүріміз барлығын мен сол кезде түсіндім. Негізі қазақ елінде қалып, қазақ елінде енді білімді жалғастырсақ, әрине енді бұйырса магистратураларда шетелде оқуға енді жоспарлап жүрмін. Бірақ та әлі жаспын, әлі дамимын, әлі оқимын деп ойлаймын. Сенің атың әлемге бүркітші қыз болып шықты. Түрлі әлемдік атақты компаниялар кеп сені түсірді, телеарналар кеп түсірді. Сен өз атыңды, отбасыңның және қазақтың атын әлемге әйгілеттің. Оған күллі қазақ, исі қазақ риза болды. Саған көп рахмет. Бірақ қазір сен оқып жүрсің, бой жеттің, ата кәсіпті тастадың ба? Жоқ, мен әзір күнге дейін жалғасудамын, оқумен бәрін бірге алып жүрмін, даму үстіндемін қазір. Енді өздеріңізді жақын естіп жатсыздар, мен ата-анаммен бірге осы Шығыс Қазақстан облысы Бозанбай ауылына көшіп келдік. Енді осы жерде біздің келесі мақсатымыз осы жерге бұйырса, енді мен бүркітші қыз Айшолпан болып танылсам, ендігі арманым білімді болып Айшолпан болып танылу. Яғни осы жерде Алла қаласа ұлттық мектеп ашайын деп жатырмын. Ал сен бұрын Монғолияда тұрған кезде
мына жерде үйіңнің жанында мектебің. Сен қалаған кезде сенбі жексенбі күндері қолыңа құсыңды қондырасың да саят құруға кетіп қаласың. Ал мынау жақта сен енді қателеспесем Алматыда оқып жатырсың. Үй ішіңе жиі келе бермейсің. Бұрынғы кездерім ай, қалаған кезімде аңға шығып кететін деген бір аңсайтын армандайтын кездерің бола ма? Сағынасың ба? Бәлкім түсіңе де кіретін шығар. Әрине, алғаш келгенде мен үшін қиын болды, себебі енді мен еркіндікте тауда үйреніп қалғаннан кейін қаланың өміріне үйрену қиынға соқты. Бірақ та енді өзімді дамытуға, енді білім жағынан енді дамытқым келеді. Әрине өзімді қазір таңның үстінде тілдерді үйреніп жатырмын дегендей. Сол үшін енді өзімді дамытып, жалпы енді ары қарай одан да үлкен мүмкіндік ашу үшін өзімді білімге бауладым. Яғни біліммен бірге де құсбегілікті алып жүрдім. Ол қалай? Себебі мен өзім ата-анам қасымда болмаса да, бүркітім қасымда болмаса да, осындай әр облыста, мысалы Астанада, Алматыда, Көкшетау, басқа қалалардан бүркітшілер сайысы болып тұрды, соған барып қатысып тұрдым. Ал егер бүркіт қатысам барасам, сол жақта бүркіт баптайтын ағалар бар, апта соңында сол кісілерге барып тұрамын. Қаланың тірлігі мен даланың тірлігінің айырмашылығы қаншалықты екен? Ауызбен айтып жеткізу өте қиын. Себебі енді даланың тіршілігі болған кезде ол жерде енді сіз малды ойлайсыз, үйді ойлайсыз, жалпы солай ойлайсыз да. Ал енді қалаға келгенде нағыз өмірің басталады да. Енді ол жерге білімге де үлгеруің керек, сыртқа да шығып, енді барлығын жан-жақты алып жүруің керек болады. Қазіргі кезде шынын айту керек, мынау ата кәсіпті қол еткендер елімізде қазір көбейіп жатыр, бірақ кезінде аз болған. Оған түрлі жағдайлар, қазақтың басынан өткен тағдырлы оқиғалар әсер еткен болатын. Қазір енді қалаға бардың, жастардың да түр-түрі бар. Соларға қарап, кейде көңілің құлазып, әттең-ай деген кездер болды ма? Жалпы, мен ең алғаш Қазақстанға келгенде енді өзімнің енді қазақ деп ойладым. Енді барлық қазақша таза сөйлейді. Өйткені енді біз Монғолияның қазақ болғасын, нағыз қазақтардың ортасында өмір сүріп үйренгенбіз. Мысалы, көшпенді халықпыз дегенде ол салт дәстүрдің негізі бай өлкеде 80%-ын сақтап қалған ғой. Мен солай елестетіп келдім. Бірақ өкінішке орай келген кезде мен тіл жағынан біраз қиыншылық болды. Себебі енді осы жаққа келген кезде орысша, қазақша қылып сөйлейді. Біз ана жақта енді моңғолша, қазақша қылып сөйлейтінімізде апа екеуміз бір-бірімізді түсінбедік. Сол тіл жағынан біраз қиын болды. Бірақ уақыт өте келе мен оның барлығына үйрендім. Қазір осы жақта, осы аймақта өзің тұрақтаған жерде ата кәсіпті ары қарай дамытып, мектеп ашсам деп отырсың ғой? Иә. Оған жоспарың, жобаң, сені қолдаған адамдар, қолдау көрсеткендер бар ма? Әрине көп. Соның бірі ең алғаш осы. Енді біз жер таңдау біраз қиынға соқты. Себебі енді біз Астанада, Көкшетауда және де басқа да қалаларда болып көрдік. Бірақ та бізге ең жақын ұнаған жері осы шығыс Қазақстан жағы болды. Облысы, яғни Бозанбай, өздеріңіз көріп тұрғанда Монғолияның табиғатымен бірде тау тастары бар. Және де енді ата-анам енді сондай жерде өмір сүріп келгеннен кейін енді ол кісілердің жақында енді жандарына тыныш болсын деп енді тыныштыққа үйреніп қалған кісілер қалаға үйрену біраз қиын болады да. Сол себептен осы шығыс облысына келдік. Осы жер келген кезде бізді әкімнің қабылдауында болдық. Ол кісілерге ризамыз. Облыс әкімдік бізді қолдады. Осындай келуімізге негіз көптеген мүмкіндіктер жасап беріп жатыр. Баян-Өлгейді, Монғолияны сағынып тұрасың ба? Әрине, енді әр адамға туған жері ыстық қой. Барып тұрасыңдар ма? Иә, барып тұрамыз. Сен сол кезіндегі бір атақты фильмдерде көрсеткенде менің есімде, сен мынау сол кездегі фильмнің үзіндісі деп қабырғаға іліп қоятынсың. Сол суреттер әлі бар ма? Иә, бар. Үйде тұр. Иә. Алматыда қайда тұрып жатсың? Алматыда енді студент болғаннан квартирада тұрам. Қыздармен? Иә. Жаныңда қыздар сенен сол дала адамының, дала қазағының тірлігін сұрап қызығушылық оянатын шығар? Әрине, енді олар үшін өте қызық, жаңалық. Монғолия дегенде негізі көбісі ойынан да келеді ғой, киіз үйде өмір сүрген бұрынғы қалпымен олар ойдарында сақтап қалғанда, бірақ олай емес. Барлығын түсіндіремін. Енді қазір таңда енді 21 ғасырға сай, енді ондай енді тек жайлауда, күзеуде қана киіз үйде отырамыз, қыста кәдімгі қыстық үйлерде отырамыз, солай түсіндіреміз. Енді оларға енді көп
нәрсе қызық қой енді, бүркіт деген қызық, мысалы ол жақта мысалы тамақтар да басқаша дегендей, соны енді барлығын түсіндіріп айтам, олар енді өте қуанады, қатты барғысы келеді, Монғолияны барып өз көздерімен көргісі келеді. Мен естуім бойынша, менің білуім бойынша, Монғолияда қазақтар бір қыста 2 жылқыны соғым қасып жүруі мүмкін. Иә, бізде солай. Себебі бізде соғымда 10 қой, 5 ешкі, 1 жылқы, 1 сиыр сояды. Бір қысқа. Иә, бір отбасына. Иә. Мәссаған. Себебі өйткені Монғолияда ауа райы өте қатты суық қой. Сол себептен көп тамақ ет жейді негізі. Етті көбінесе ет жейді. Сол себептен енді көп іші қонақ жайлы, біз енді қонақ келген сайын әрбір адамға арнап, сол мысалы қойды болсын, жамбастарын асып береді ғой, сол сыйлы қонақтарға солай құрмет көрсетеміз. Ол жақта Қазақстанға тағы да келгіміз келеді деп отырған адамдар бар? Әрине өте көп. Енді әрбір адамның арманы ғой Қазақстанға келу. Енді мен өзім оқуға келген кезде мен ойлаймын, енді өз арманыма жеттім, атамекеме келдім, шіркін-ай, осы жерге менің ата-анам келіп өмір сүрсе, және де енді менің сіңілім мен інім бар, солар келіп білім алса деген арманым болатын. Енді шүкір сол арманым орындалды. Енді ата-анам енді орта жаста, енді 50-ден асқан кісілер болсам, көндіру басында біраз қиынға соқты, бірақ енді мен айттым, жалпы енді ризам, біріншіден ата-анама рахмет айтқым келді, біздің болашағымыз үшін балаларымыз оқысын, тоқысын деп сол шешімді қабылдап келді Қазақстанға. Сенің оқып жатқан мамандығың қандай қазір? Менің оқып жатқан мамандығым қазақ тілі әдебиет мұғалім. Қазақ тілі әдебиет мұғалімі. Енді қара, сен қазақ тілі әдебиет мұғалімін ертең бұйырса бітіресің, оқуды тәмамдайсың. Содан кейін не мұғалім боласың, не осы игерген біліміңмен басқа бір салаға кетесің. Бірақ дей тұрғанмен бәрібір де болашақта саған не отау құрсаң, не басқандай бір жағдай болса, осы ата кәсіпті алып жүру қаншалықты оңай болады? Қаншалықты қиын болады қаланың ішінде? Негізі білмеймін, енді бәріне үлгеріп алып жүрге болады деп ойлаймын. Себебі тек енді біз бүркітпен ғана емес, енді Алла қаласа ошада туризм саласын дамытқымыз келіп жатыр. Енді туристерді осы жаққа алып келіп, себебі Монғолияда турист саласы өте жақсы дамыған. Мен әлемге танылғандан кейін 2 жылдан кейін 80% туристер тек мені іздеп Монғолияға келеді. Енді мен Қазақстанға көш кеткенімді білсе, енді осы Қазақстанға тартып жалпы ішкіде жаңа сыртқы туристерді дамыту керек деп ойлаймын. Өйткені бізде қаншама енді мүмкіндіктер бар. Мысалы өз қолда бардың алтынның қадірін білмей жатады кейбіреулер, өкінішке орай шетелге кетіп жатыр. Шетелге емес, енді біріншіден ішкі туристерді дамытуымыз керек. Жалпы өзіміздің салт дәстүрімізді, мұражайымызды жалпы. Енді қазір таңда енді соңғы кезде жалпы тренд болып жатыр ғой, қазақи тақиялар киіп, киімдер киіп. Енді олар үшін әрине ризамын. Өйткені енді қайтадан барлығы түсініп, енді осы салт дәстүрді енді ары қарай дамытады деген ойдамын. Монғолияда сақталып қалған, бірақ біздің даламызда сол жойылардың азақ алдында қалып, енді жанданып жатқан, шалажансар күйінен оянып жатқан қазақтың санасы енді оянып, енді қалыпқа келе жатқан сияқты көріне ме? Әрине, иә. Болашақта өзіңнің ұрпақтарыңды, балаларыңды болса егер, оларды осындай саятшылық өнерге құс салуға баулайсың ба? Әрине. Бүркітің туралы сөйлесейікші. Сенде әкең де, ағаларың да барлығы саятшы болды. Иә, менің енді 7 ата бабамнан бері бүркітші ғой, яғни әкемнің әкесі, оның әкесі дегендей. Менің әкем бүркітші болды. Менің туған ағам бар. Енді ағамды көбісі тани бермейді, себебі арамыз енді 9 жылдан кейін мен дүниеге келгем. Ағам енді оқуын тамамдағаннан кейін армияға кетіп қалды 3 жылға. Сол енді мен кішкентай кезімнен туып өскен, көргенім бүркіт болғаннан кейін бүркітке қатты әуес болдым. Сол ағам армияға кеткеннен кейін мен бүркіт ұстап бастадым. Енді ойламадым, енді бір тауға шығып бүркіт ұстап әлемге енді танымал болып кетем деп. Ең алғаш сол Ашер студентский дейтін кісі келіп бүркітшілер сайысына келеді. Неге еркек адамдар ұстайды, неге әйел адамдар ұстамайды деп зерттейді. Енді мен кішкентай кезімнен енді туристер көп келген екен, сол жердегі бір аудармашы кісі айтты, Алтын Сөкіс дейтін ауылда Нұрғайып деп әкемнің атын айтты, соның қызы бүркіт баптап жүреді деп. Содан келеді, әңгімелеседі, әдеттегідей енді үйге кіргізіп, енді қонақжайлығымызды көрсетіп. Яғни қыздар бүркіт ұстамайтын сондай халықтың ішінде сен жалғыз қыз бүркітші. Иә, енді қонақжайлығымызды көрсетіп, содан ол кісі айтты, енді
мен бүркіт алып тауға шықтым, бүркітті сипаңыз, енді тұрыңыз, отырыңыз деді. Содан мен түсінбедім не жасап жатқанын. Содан кейін бір айдан кейін бүркітші қыз Айшолпан ретінде әлемге танымал болдым. Танымал болғаннан кейін енді кино түсіру ұсынысы келеді. Содан осы қызға енді интернет желісіне жариялайды, бүркітші қыз Айшолпан осымен кино түсіргісі келген адамдар болса маған хабарласыңыздар деп. Сол кезде америкалық режиссер Отто Белл хабарласады. Сол жазда шілде айында келеді. Мен шілде айында балапан ұясынан балапан алғай отырған кезім болатын. Сол кезден бастап енді кино түсіріп бастадық. Сол 2 жыл жарым уақыт түсірілді. Сол киномның арқасында енді әлемнің 33 мемлекетінде көрсетілді. Өкінішке орай Қазақстанда әлі көрсетілмеді. Енді бұйырса алдағы уақытта енді Қазақстанда көрсету. Ол әрине, ол енді Қазақстан ол киноны көрсетуді қанша қалағанымен, ол жаңағы кино түсірген адамдардың құқығына байланысты, авторлық құқық дейміз. Біз білеміз, мынау қыран құс өз ұясын құзар шыңның басында, қиясында ең биігінде салады. Ұядан балапан алу, белге арқан байлап ап, шығу, сен не құлап түсіп өлуің мүмкін, не балапанды алуың мүмкін. Балапанды алғанда, яғни оның анжақта енесі келіп саған шабуыл жасауы да мүмкін. Ал өзің шықтың ба? Әрине, мен енді ол кезде 13 жасында болдым ғой, содан әкем белімнен 2 арқан байлады, ұядан түсірді. Енді біз тау-таста өскеннен кейін енді маған қатты қиын болмады. Бірақ мен ең қорқынышты сол шыңдағы балапанды түскен кезде қорқыныш болды. Енесі келіп мен өлтіріп кетсе, мен не істей аламын деп. Өйткені енді әр ата-ана өзінің балаларын жақсы көреді ғой. Сол кезде біз анасы жем іздеп кеткен уақытта енді түстен кейін, яғни обед уақытында бардық. Сол кезде барып енді беліме 2 арқан байлады, соны арқылы түстім. Ол жерде 2 балапан болды. Біреуі еркек балапан, біреуі ұрғаш балапан болды. Бірақ мен ұрғаш балапанын алдым. Енді сол кезде енді одеялға орап, солай балапанды алып кеттім. Содан оны кішкентай кезінен бастап тәрбиеледім. Енді жемге, шақыруға, шырғаға шақырып солай-солай үйретіп, содан ең алғаш рет 79 ер бүркітшілердің арасында жалғыз қыз болып мен қатыстым бүркітшілер сайысына. Енді өте мен үшін қиын болды, өйткені ең жасы үлкен 80 жастағы ата болды. Мәссаған. Сен неше жаста болдың? Мен 13 жаста. Сен 13 жаста болдың, және ең үлкені 80 жастағы ата болды. Және сен жалғыз қыз бала болдың. Жалғыз қыз бала болып енді бүркітші танылдым. Содан енді біраз әрине қобалжу, қорқыныш болды ішімде. Бірақ та енді ата-анам қолдағаннан кейін, жақындарым қолдағаннан кейін енді өзімнің мақсатыма жету үшін неге еркек адам істеген нәрсен қыз бала талпынып істеуге болмайды деген ой келді. Сол кезде енді қатыстым бүркітшілер сайысына. Содан бірінші енді атты көру, одан киімді көру болды. Одан қолға, яғни шақыру дейді. Шақыру ол қолға ет ұстап шақырады. Соға 5 секундта түсіп шырға дейтін болады. Ол түлкі немесе түлкі немесе қоянның терісінен тартады. Соған 6 секундта рекорд жаңартып бірінші орын болдым. Бірақ та ол кезде енді мойындамады, себебі қыз бала ғой, бірінші орын болды ғой деген. Яғни сені қыз деп аяп бере салды деген сияқты. Сондайдар болды. Енді нағыз қиын кез енді. Басында бүркітші болғасын өте көп қарсылық болды. Қыз бала деген дотыр керек, қыз бала деген енді бізде Монғолияда шыны керек өте суық, әлемнің ең бірінші суығы. Сода 50-60 градуста тау-таста жүру, атпен жүру өте қиын, себебі ол аттар ойлы қарларға түсіп кетеді, кейде өте қиыншылық болады. Бірақ та оның бәріне төзе білдім. Енді өз арман мақсатыма жету үшін, нағыз енді бүркітші қыз екенін дәлелдеу үшін ең қиын кезі сол аңға шығу болды. Әкем достармен бірге енді аңға шықтық. Сол кезде балапаным түлкі ұстап, нағыз бүркітші қыз екенін дәлелдедім. Содан кейін адамдар мойындай бастады, баталарын беріп, мен 2 жылдан кейін өздерін қыздарым бапты шығара бастады. Қазір таңда 15 бүркітші қыз шықты Монғолияда. Сенен кейін? Иә, менен кейін 2 жылдан кейін. Демек, сен жол ашып бердің ғой қыздарға бүркітші атануға? Иә. Солай айтуға болады. Иә. Біз білеміз, қыран бүркіт деген ол жаңағы ит сияқты, не болмаса тордағы тотықұс сияқты адамның үй жануары емес. Ол адамның серігі. Оның мінезі де ауыр болады. Әрине. Ол жаңағы 2 бүркіт пен бүркітші, екеуі 2 аңшы бірге аңға шыққан серіктер сияқты болады. Қартайған кезде бүркітті бостандыққа қоя беретін де сол емес пе? Себебі бізде әйел бүркіттер ұстаймыз. Жалпы бүркіт 4 айда бір жасайды, адамның жасымен 60-70 жасайды. Сол кезде 5 жасында келгенде ана жасы келеді. Ана жасы, яғни жұмыртқалайтын жасы келген кезде ол неше
түрлі дыбыстар шығара бастайды. Сол кезде оны табиғатқа жіберу керек. Табиғатқа жіберіп, одан басқа балапандар аламыз. Солай ары қарай жалғасады. Моңғолиядағы сол кездегі сенің бүркітің қазір бар ма? Жоқ, енді Одан бері неше бүркіт? Так, 4 бүркіт болды менде осы уақытқа дейін. Ал қазір? Қазір енді Қазақстанда болғаннан кейін қазіргі бүркітім жоқ, бірақ та енді бұйырса жақын арада болады. Жақын арада болады. Иә. Бүркітсіз болмайды екен дейсің ғой. Иә. Аңсайсың ба? Әрине, енді жалпы енді мен бүркітпен бірге жүргенде жалпы шыдамдылыққа, еркіндікке, төзімдікке үйрендім. Содан кейін енді білмеймін, енді досымдай сырласым болып кеткен ғой, енді бірдемем қалып қалған, бірдемем жоқ құсап сезімде жүремін. Енді бүркітім болғанда басқаша болады. Ол мысалы мен шетелде жүрген кезде ешбір сөйлемей келем, аяғымның басқан дыбысынан ол сезеді, сондай сезімтал. Мәссаған. Сонда балапан кезінен алғаннан кейін ол бүркіт пен адамның, аңшының арасында бір көзге көрінбейтін байланыс пайда болады. Әрине, енді ол сөйлей алмаса да, бірақ ол барлығын іс-әрекетпен көрсетеді. Ал сен де мысалға мен үшін бүркіті жоқ адам үшін ол қанатын қағып шаңқылдап тұрған қыран-құс, ол жай ғана білмеймін, бәлкім қарны ашып тұрған шығар, бәлкім ашулы шығар. Ал сен ол әрбір сәтінен, әрбір қимылы, әрбір даусынан оның не қалап тұрғанын білесің бе сонда? Әрине білем, ол мысалы қатты ашуланған кезде адамды қысып бастайды. Себебі мысалы бүркітті өзін тәрбиелеген кезде махаббатпен солай балаңды тәрбиелеу керек, ол сондай саған мейірімді болады, әр кезде сені қолдайды. Ал егер сен ұрып, сабап, үйретерін болсаң, ол ашуланшақ болады. Сені қол салып, тырнақтары кіріп кетеді, неше түрлі жағдайлар жасайды дегенде ғой. Бәрекелді. Өте қуаныштымыз, және сенің осы ата жұртыма келсем деген арман мақсатың орындалып, осы жерге келіп, ары қарай білім қуалап жатқаныңа бір қуанатын болсақ, ал екінші мәрте сенің осы жерде бүркітшілер мектебін ашып, Қазақстанда туризмді дамытам дегеніңе мен дән риза болдым. Рахмет. Саған тек қана сәттілік тілейміз. Бірақ осы кәсібіңді тастама, қазір бүркітім жоқ деген кішкене көңіліңе қаяу түсіріп тастады мен. Жоқ, енді бұйырса болады ғой, енді бәрі уақытымен, себебі енді біз енді келіп орналасып жатырмыз, енді бүркіттердің қандай екенін енді адамдар бүркітшілеріне қарап енді көріп жатыр ғой. Себебі білесіздер, Моңғолияда шекара бар. Шекараға байланысты біздің бүркіттер келтірмейді. Оған белгілі бір құжаттар керек. Құжаттарды жинап, сол арқылы біз бүркіт әкеле аламыз да, оған белгілі бір уақыт керек. Сендер көшіп келгенде бүркіттеріңді қайда жібердіңдер? Менің ағам бар. Ағам Қазақстанда, Моңғолияда тұрып жатыр. Енді ол кісі әлі келмеді. Бұйырса енді жазда келеді. Сол кісіге қалдырдыңдар бүркіттерді барлығын. Иә. Бәрекелді. Енді сен шырға тарту бір бөлек, сайысқа қатысу бір бөлек, ал енді аңға шығу, қан сонар болсын, басқасы болсын, ол мүлде бөлек. Таңмен таласа тұрып деген сияқты, аң іздеп деген сияқты. Менің арғатамның өзі де мысалға аңшы болған, сол кезде әкем кішкентай болған екен, мен көрмедім. Әкемнің айтуы бойынша мені алып алатында тазы жүгіріп, сол кезде баратынбыз дейді. Сен қасқырға салған кездерің болды ма? Иә, болды. Себебі екі бүркіт бір қасқыр ұстайды ғой, енді бізде Моңғолияда қасқырлар көп болады. Сол кезде қасқыр ұстаған кездерін көрдім көзбен. Өзің салып көрдің бе? Иә, көрдім. Бірақ мен айыруға бармадым, себебі оны ажыратып алу өте біраз қиынға соғады, сол үшін әкем барды. Бірақ сенің бүркітің қасқыр алды? Иә, ең біріншісі қасқыр алды ол. Мәссаған, ең бірінші ол жас қасқыр болды ма? Иә. Ол жасы, иә. Ол қояннан, күзеннен, түлкіден бастаушы еді ғой? Иә, ол сразу қасқырдан басты. Мәссаған, оның жүрек жұтқан болып тұр ғой. Әрине. Бүркіті иесіне тартады деген сөз бар. Бәлкім солай да болған шығар. Иә, мүмкін, иә. Жаңа сен айттың ғой, менің артымнан 12 бүркіт шығыз пайда болды деп. Қазақстанда дәл солай болады деп ойлайсың ба? Иә, болады. Қазір таңда менің шәкіртім Айзере дейтін қыз бар. Қазір таңда соны тәрбиелеп жатырмын. Енді бұйырса, енді осы Қазақстан мектеп ашсам, енді көптеген шәкірттерім болады деген үміттемін. Себебі енді қазір таңда осы неге байланысты бүркітшілер мектебін ашу үшін бірінші мен кітаптардың нұсқасын шығарып бастадым. Бірінші әліппеден бастайын деп жатырмын. Бұйырса, бүркітшілікке арналған, содан ары қарай дамытамын. Сенің атыңды Айшолпан деп кім қойды? Менің атымды қою негізі өте қызық. Себебі мен дүниеге келген кезде көптен аңсаған қызымын ғой, 9 жылдан кейін келдім. Бірінші мен Жеңіскүні туған. Жеңіскүл деп қоймақшы болған. Ал апам Жеңіскүл деп қоймашқан, ал әкем аты бірінші келеді бәйгеден, Сайгүл деп қояды. Бірақ та мен нағашы ағам Айшыққанда туған деп Айшолпан деп қойған. Сонда сен Жеңіскүл болып кете жаздап. Сайгүлік болып кете жаздап, Айшолпан болған адамсың. Бәрекелді. Бірақ неге Айшолпан сол?
Бәлкім солай болсын деп, шолпандай жансын деп. Иә, солай, иә. Сен туған кезде жаңағы аттарың бәйгеден келіп жатқан. Иә, әкемнің аты бәйгеден келіп, бірінші болып келіп, сын Сайгүлік деп қоймақшы болды. Бәрекелді. Сенің осындай әлемге әйгілі адам болуыңа да осы әкеңнің аты бәйгеден келгені сол тағдыр болып тұспа-тұс келіп тұрған шығар. Мүмкін, иә. Негізі құсбегілік жалпы айта кетсе, менің кітабымда бар. Америкалық Лиз Уэльч деген жазған. Ол жерде жалпы менің аталарым негізі өте қатты кедей болған. Содан жарлық шығарады ғой, енді байдар енді осы ақ балапанды көріп жүреді, осы ақ балапанды ұстап әкелген адамға мен қалағаным берем деп. Байлар. Иә. Сол кезде ақ балапан, қыран құс. Иә. Ол ақ балапан деген оңайшылықпен келмеді ғой енді. Сирек кездесетін өте. Иә. Ондай болады ма, болмайды ма дегенде. Сол кезде менің атамның ағасы сол кісінің қақпанына түседі. Ол кісі енді сол байға барады, бірақ ол кісі енді 40-қа келген үйленбегенде, жасы келген кісі, содан айтады, мен сізден байлықтан да, алтын да, мал да сұрамаймын, маған қызыңызды беріңіз деп сұрайды. Мәссаған байдың қызын сұрайды. Иә. Ол сенің нешінші атаң? Менің 5-ші атам. 5-ші атаң. Сосын? Содан бай ондай. Иә. Сол кезде айтады да, енді ол кісі енді зарлық шығарды, енді айтқан сөзінде тұру керек болады ғой, сол кезде қызым береді. Ол менің аға апам болып біздің үйге келеді. Енді сол кісі келгенде енді бізде енді не болады? Қалай айтсам екен, енді аға апам келген кезде барлық қуаныштар көп болады, мысалы малдар көбейеді. Енді сол негізі мен аға апам құт береке болып келген адам. Соған енді мен одан кейінгісі енді маған жалғасқан шығар деп ойлаймыз. Бәрекелді. Не деген әдемі, бұл енді мүмкін біреулер аңыз тарих болуы мүмкін енді, бірақ аңыз емес қой, бұл шынайы. Иә, шынайы. Болған жағдай. Сонда ақ балапанды атаң тауып, тұзағына түсіріп, атамның ағасы или бауыры. Есімі ол кісінің? Есімі атам енді Босаға деген кісі болған ғой, соның бауыры. Бәрекелді, керемет әдемі. Ойлаған арман мақсатының бәріне сүрінбей, аянбай жетуіңе тілектеспіз, Айшолпан. Сіздерге де рахмет, осылай ұзақ сапардан келіп, арнайы сұхбат алып жатқандарыңызға, жалпы алдағы уақытта сіздеріңізге сәттілік тілеймін. Көп рахмет. Сәттілік. Бірақ кәсіпті тастаушы болма. Әрине, міндетті түрде. Келістік. Әкемнен де сұхбаттасаңыздар болады? Менің жанымда дәл қазір Ырысұлы Нұрғайып деген ағамыз тұр. Бұл кісі әлемге аты әйгілі қазақтың атын шығарған бүркітші қыз Айшолпанның әкесі. Аға, қош көрдік өзіңізді. Қош көрдік. Мынау Айшолпанды осы ата кәсіпке баулыған өзіңіз бе? Иә, әрине өзім ғой. Мына енді мен болған деді, мен 7 атадан бері атақты бүркітші болған. Мен әкем Ырыстың әкесі Босаға деген кісі. Атақты бүркітші болған. Сол әкеміз бізді мен тәрбиелеп, мен баламды тәрбиелеп осындай дәрежеге жеттік. Қазақтың салт дәстүрін әреңбе таныттым. Мен соған мақтаныш етемін. Одан бір арманым, енді мына өзі атам екен Қазақстаныма келіп осы ата дәстүрді жалғастырсам деген арманым болды. Сол арманыма жетіп мында Өскемен қаласының Бозайма ауылына келіп қоныс аударып келген жайым бар, Монғолиядан. Мына Монғолиядағы қазақтардың ішінде бүркітшілер көп, бірақ олардың ішінде қыздар болмаған. Солардың ішінен суырылып Айшолпан шықты. Енді Айшолпан шыққаннан кейін барып 12 қыз шықты. Демек Айшолпан сол сара жолды салып берді десе де болады. Өзіңіз жалпы бұл қыз бала болса да бүркітші бола берсін деп оң қабағыңыз танытқаныңыз бұл қалай болды сонда? Әрине мен болғанда енді мына атам немере бүркітші, менде 4 балам бар, 2 қызым бар. Үлкен ұлым Самарқан деген елде қазір бас имам. Ол балам сабағын тауысып армияға кеткенде құс үйде қалды. Сонда Айшолпан балам мен 8 жастан 6 жастан бастап атқа керемет мықты болды. 8 жаста менімен ілесіп аңға шығып жүрді. Сол кезде әке, ағам құсы қалды ғой, менде бүркітші болсын, мен ілесейінші деді. Жарайды, мен қабақтан атқам жоқ, жарайды. Өзі икемі де керемет, жігерді, атқа да мықты, бір өжет, бір қолына қондырса да бір керемет ұнайды. Сол қызымды өзім ілестіріп жүріп, осындай ата кәсіптің бүркітті үйретіп, алғаш дүние жүзіне паш еттім осы баламды 13 жасында.
Мен соны арманым керемет. 33 елге бардым. Не? Қазақтың салт дәстүрін алғаш Айшолпан 13 жасында әлемді жарып шықты. Оның артынан қаншама жеткіншек қыз балалар бүркітші болды. Мен соған мақтан тұтам. Не? Болды. Мен арманым сол. Енді мен арманым мына қазақтың салт дәстүрін осы атамекен Қазақстанға келіп, мына бір дамытсам деген арманым бар еді. Ұрпағымды осыған қоссам деген арманым жетті. Еш уақытта өкінбеймін. Мынау елге келдіңіздер. Қазір Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қаласының маңындағы Бозанбай, Ұлан ауданы Бозанбай ауылында тұрып жатырсыздар. Бұл жақта да қарасаңыздар, керейлер көп, бұл жақта да қарасаңыздар, саятшылар көп деген сияқты. Бірақ бұл жақтағы бүркітшілер мен сіздер жақтағы кезіндегі Монғолияның бүркітшілерінің айырмашылықтары бар ма екен? Иә, әрине, ол енді мен саған айтайын, тек Монғолияда 400 бүркітші бар. 400 бүркітші бар. Тек бір бүркітшілер тойында сараптап бинал қалған 140 бүркітші қатысады. 140 бүркітші. Қазір мына Қазақстанда мына туризм жағы, қазақтың салт дәстүр бүркітшілер жағы жаңа дамып келе жатыр. Бірақ жақсы даму жағы өте қарқынды, өте шапшаң дамып жатыр. Сол қарқындылығы екеуінің айырмашылығы енді кішкене айырмашылық бар, бірақ енді өз жерімде мақтамайын, туып өскен жерім Монғолия жаман көргенім жоқ. Дегенмен енді даму қолдау жағы өте керемет. Соның бұда енді керемет, туризм жағы да бүркіт жағы керемет дамып дегенмен кәміл сенемін. Өйткені жастардың талпынысы, құстың ұшыруы, оған ниеттілігі керемет болып жатыр. Қазақтың арты қанында біткен нәрсе ғой бұл. Сол үшін енді керемет дамып дегенмен кәміл сенемін. Бірақ сонда да бір азда болсақ, кішкене үлесімді қосам ғой деген ниетім бар. Мына қыранның аты кім? Мына қыранның аты биыл Таймас деген. Биыл балапан бір алғаш қатысып тұрмын осы жарысқа келіп. Алғаш Монғолиядан келген. Бұл әлі балапан кезі ме? Балапан кезі, бір жастың балапаны, мұнда балапан Таймас деген ат қойғам. Келді, екі несіне де Шақырғада Шырағада екеуіне де келіп түсті. Енді алда қаласа енді ертең келіп. Бұны қайдан алдыңыз? Бұл енді өзі Монғолиядан алған бүркітім. Мынау аға үстіңізге қарасақ, сонау кезіндегі тау тастың ортасында жүрген, ешбір ыстыққа да, ешбір суыққа да, аязға да, желге де тоңбайтын, бетін беріп тұра беретін қазақтың бейнесі көз алдымызға келіп тұр. Дала қазағының бейнесі. Айтайын енді мынаны ішікті болғанда, мына қасқыр ішік. Қасқыр ішіктің бір тағы салт дәстүрі бар. Бұны 40-тан асқан азамат киеді. 40-тан төменгі азамат кисе, мысын басып тұрады. Бұл көк бөрі қасиетті нәрсе. 40-тан асқаннан кейін киеді. Ал енді басындағы өзің білесің түлкі өз бүркітімен алған мынау кәдімгі қойдың тері шалбар. Қандай 40-50 градус суықта төтеп береді. Қазір менде тері бұрқырап тұр. Я ешбір суыққа да төзім беріп тұрған сол енді. Мынау енді керей қазақ белбеу деген сияқты енді. Біздің енді керей қазақтар енді салт дәстүрді керемет сақтады ғой. Өзің білесің енді. Мынау, біз жаңа Айшолпанмен сөйлескенде, біз айттық, ұядан балапан алып көрдің бе дедік. Ол айттық алып көрдім деді. Сол кезде әкем қарап тұрды, мен өзім балапан түсіп алдым, белге арқан байлап деп. Сол енді қыран құс деген, ол ұясын қия құзда салатын құс қой. Жүрегіңіз қалай дауылады, қорыққан жоқсыз ба сол сәтте? Әрине қорқынышты болды ғой. Ол 18 метрден биіктен шыңнан өз балапанын алды. Енді ойнаған несінен де көрген жақсыңдар енді. Бірақ өте өзі батыл, жүректі болды. Соған сенімді, мен де оның қайраттылығына тәнті болдым да, ешбір қорқыныш болған жоқ. Жай енді бұл енді өзіне сенімді ат шығады деген ниетімен ұяға салдым. 18 метрде қиядағы екі балапанның нағыз аналығын өзі таңдап алып шықты. Сол балапаны, аққан атты балапаны әлемге танылды. Әлеммен сол паш етті. Жалпы өміріңізде неше бүркітіңіз болды? Мен өзім өмірімде 12 бүркіт салдым. Мен 12 жасынан бастап бүркіт салдым. Қазір 55-темін. 42 жыл құс салдым. 42 жыл. Бұның қыр-сырын әбден жеткілікті болдым. Сіздің үйіңізде сіз жалғызсыз ба, жоқ әлде аға бауырларыңыз? Бірақ біздің ауылы қазір Рыстың әулетімен 11 ағайынды болдық. 11 ағайын 2 қыз, 9 жыл болдық. 9 жылымыз шетіне бүркіт салды. Оның бірақ қазір енді Монғолияда Рыстың әулеті дегенде бір ауылда 8-9 бүркіт жатырмыз аңға. Қазір сіздер атажұртқа көшіп келдіңіздер Қазақстанға. Айшолпан білім қуып Алматыда оқып жатыр. Заман деген дамып жатыр. Осы ата кәсіп жоғалып кетеді-ау. Адамдардың барлығы ауылды тастап қалаға көшіп жатыр-ау. Бос жерлер шекара маңында көп қалып жатыр. Қазақта бос жер жау шақырады деген сөз бар. Соған кішкене үрейленіп қорықпайсыз ба? Жоқ, оны ешбір қазақ еліне келіп, оны ешбір қорқышмаған жоқ. Неге?
қазағым ол өте ет жүректі нағыз батырлар осы қазақта. Ол ондай ешбір қорқыныш менде болған жоқ. Неге де? Енді өзі ата мекеніме келдім, мен ең арманым болды ғой. Ешбір ондай нәрсе істемейді біздің. Қазақ халқы деген керемет жауынгер мықты ғой. Енді сонысын тәнті етемейді енді. Мына қолға мылтық алып шығатындарда мен түсінем. Олар жаңағы қасқырдың терісін сатады, не болмаса түрлі рұқсат етілмеген аңдарға да атады, аңшылыққа шығады. Ал енді бүркітпен, қыранмен аңға шығу деген, ол үлкен табыс әкеле қоймайды, бірақ ол адамға рухани ләззат, эстетикалық ләззат береді, сыйлайды. Бұл қыран деген адаммен бірдей өзі ет жейді. Бұны асырау қаншалық? Ой, асырау өте керемет қой. Бұны бір күн ашық қойуға болмайды. Ашық қойсаң, балаңды ашық қойғаны қандай? Сонымен бірдей. Үй семьясымен бірдей. Бұны күнделікті біз орта есеппен бір 500 грамм ет жейді. Бұл ашық қалса, біз ұйқымыз келмейді. Неге де? Бұл аяушылық. Бір үйдің семьясы. Қазір бір балаң жылап жатса, үйіңде аш. Қайтып шыдайсың. Сол сияқты бұл ешбір қадірлеп, қастерлеп ұстаймыз. Демек, үйде ет таусылмау керек. Ет таусылмау керек. Бұл қыс айында өзінің аңға шығып өз пашақатын өзі табады. Жаңағы қоян ұстайды, қартағын ұстайды, түлкісін ұстайды. Соның терісі біз керек дейміз. Мында тымақ, мында қасқыр ішік. Ол етін мынадарға мәшақат өзіне, өз семін өзі табады. Ал жаз айында бұл түлекке отырады. Түлекке отырғанда мына қауырсын қайды. Соны бірақ түлетеміз, семіртіп тойындырамыз. 2-ні 15-інде барлық аң жұптасады. Жұпсыған біз соңға чектеу қойып, қайтып аң ауламаймыз. Қайтып 40 айының 15-тен бастап, мына құс қайта жарады 10 айдан бастап аңға саламыз. Мынау ұядан балапан алғанда бір қиыншылық болғанын. Енесі келіп қалған кездер болған жоқ па? Зуп кетті. Үш қалды? Жо, түс кетті. Технически перелив. Сен мен жағын тұрмас олам, мен жағын тұрмас емес екен. Жалпылдар. Ұядан балапан алған кезде сіз жаңа айтып тұрсыз ғой, менің өмірімде 12 бүркіт баптағам, 42 жыл құс салғам деп. Сол бір алғаш кездерінде не болмаса сол уақыттардың ішінде бір қиыншылық болып қалған, ойламаған сәттерден оқыс жағдайлар болған кездер болды ма? Иә, болды. Мен айттым ғой, 12 жасымда әкем бір шың ұяға салды, мен кереге байлап. Сонда ода бір шамамен 20 неше метрмен салды. Сонда сол ұяға балапанына келгенде енді ана деген өте ыстық қой. Балапан қорғауға тиісті, баласын қорғау. Сол бүркітке мен шыңнан кеп қанатымды қағытты. Сонда сыртта тұрған адамдар мені қорғап ақып қалды. Егер қорғамаған болса, сол бүркіт мені тастап жүріп жібереді. Сондай қиыншылық болды. Бұл енді ұрпағын қорғамайтын, баласын қорғамайтын пенде жоқ қой. Ол енді өте мынау тас жүрек, мынау бүркіт деген нәрсеңіз тастай жүрегі. Еш нәрсені тайсанбайды. Ол қадалған нәрсесін не алмай, не өлтірмей қоймайтын нәрсе. Сондай қиыншылық көп болды. Бірақ тау тасарында көп балапан алдым. Талай қиыншылық көрдім. Оның бәрінде соны төзімділікпен мынандай жетіп, осындай дәрежеге жеткен. Менен басқа біреу болса, мынау қиын екен, қоя салайын. Қой десем, ондайға мынандай дәрежеге жетпес едім. Не үшін? Қазақтың салт дәстүрі анаған түбіме ұрпағын жеткізейінші деп арманыма осындай қиыншылықтың бәрін басып өттім балам. Енді бүркітшілікті, саятшылықты, осы ата кәсіпті дамыту үшін тағы да не қажет, не жетіспей жатыр Қазақстанға? Айтыңызшы. Қазақстанға ең алдымен қолдау болу керек. Әкімдіктің қолдау керек, екіншіде шет елдің туризмді дамыту керек. Туризмді тарту керек. Сол туризм арқылы бұл құсбектің біздің асас салт дәстүріміз, сол туризм келген жағдайда барлық нәрсе дамиды. Туристардың көбі қазір құсбегілердің барлығы Монғолияда деп ойлайды көбі шетелдіктер. Бірақ монғолдардың өздері негізі оларды аталарында жоқ. Негізі Монғолияда қазақтар негізі құс салатындар. Монғолияның ішінде Байнүрге Байбесік деген қазақ тұрады. 90% қазақ. Сол ағайындар гене 400 бүркітшіні сода ұстайды. Басқа моңғол ағайындар ұстамайды. Тек қазаққа нәсібесіне біткен қазаққа ұстайды. Сол арқылы бізде мен жылында туризмде күнінде 150-ден 200 туризм алам Монғолияда. Күнінде тек күнінде. Ол енді күніне 150 турист келе ме? Туризм алып тұрдым Монғолияда. Не үшін? Айшолпанды әлем таниды. Айшолпанға атақты бүркітші Монғолияда Нұрғайыпқа барайын деген туризм саны жылдан жылға ағылған. Күніне 200 адам турист болып келді. 100-ден 200 адам турист келіп тұрды күнінде. Сондай адам туризм күтіп тұрдық біз. Сондайды Қазақстанда дамытуға бола ма? Сол туризмді ақырындап енді осы Қазақстан ата мекеніне келіп дамытайын деген мен ең бірде мақсатым, осы қойған мақсатым.
Ол енді Таймас деген балапан атақты. Ұшқан ұясы текті. Сіздер сонда ұядан балапанды алмастан бұрын оның Аржақ тегін текті. аржақ тегін Тегін. ол жаңа ұсақ түйекті алып жүрді ма? Былай ғой, мына қазақта сөз бар ғой. Тектін алсаң, тасқа тас тұрсаң чақ етеді, боққа боқ тұрсаң былш етеді деген. Тектілігін тектеп алу керек, әйелің болса да. Сол сияқты мына құсты да сол сияқты тегін аламыз. Құстың бәрі текті болмайды балам. Ұқтың ба? Ол тегін тартады ар жағында. Ол тегін қайдан білесіздер? Ол құс аспанда жүреді. Аспанда жүргенде біз сол ұяда, сол ұяның балапаны қандай текті болады деген алып біз Не жеп жүр соны қарайсыздар ғой, не әкеледі енесі деген тектейміз. Қазір қыран құстар тәутекенің лағына келеді. Қара құстың лағына келеді. Олар өте текті құстар. Үлкен қоңырау қасқыр ұстайды. Сол құстар жүректі, сондай құстар тектілігімен болады. Мынаны тегінен тартып аламыз. Бәрекелді. Нұрғайып аға, білікті ұл, білімді қыз тәрбиелепсіз. Және олардың барлығы да ата кәсіпті қол етіпті. Балапан ұяда не көрсе шыққанда соны іледі дейді. Әрине, олардың басқа жолды таңдауы мүмкін емес еді. Бұл сіздің арқаңыз деп білеміз. Сізге көп рахмет. Алла қуат берсін. Рахмет, сендерге көп азаматтар қазағым жасасын. Рахмет. Ой, молодец. Молодец. Мощный образ.